Хейо, барлығыңа сәлем. Менің есімім Бекзат. Қазақ-Британ техникалық университетінің екінші курс студентімін. Мамандығым IT саласы. Бүгін сіздермен КБТУ-дың плюстары және минустары жайлы айтатын боламыз. Бұған дейін КБТУ жайлы видео салған болатынмын. Бірінші, екінші бөлімдерін қарап шықсаңыздар болады. Сол жерде көп ақпараттар айтылған. Ендеше кеттік. Бізде ең алғаш болып плюстарын айтатын болсақ, ол біріншіден үздік преподтар. КБТУ-ды таңдауға басты себеп ол үздік преподтар. Неге? Себебі бізде өз мамандықтары бойынша жұмыс жасаған және шет елде оқып келген мықты преподтар сабақ береді. Например, менің екінші семестрда берген апайым Python тіліне болды бізде принципы программированияда. Сол кезде бізде Жусанбанкте жавист апай, яғни Java разработчик деп айтсам болады. Сол кісі бізге сабақ берген болатын және бүкіл сұрақтарыма жауап алып, всегда көмектесуге дайын болатын. Оның алдында бірінші семестрда берген ағайларым, например, full stack болып жұмыс жасады. Басқа да шынайы өмірде көрген мыңдаған есептерді, мыңдаған контесттерді шешкен. Былайша айтқанда, программированияның жілігін шағып, майын ішкен кісілер. Сол себепті одан бөлек те ағайлар бар. Легендалар туралы өткен видеоларда да айтқан болатынмын. Мысалы, Асқар Жұмаділдаев, бәрімізге танымал математиктердің бірі, бізге бірінші семестрда сабақ берген болатын. Одан басқа, мысалы, басқа сабақтардың преподтары сіздерге всегда көмектеседі, білмегендеріңізді айтады, сіздерге одан кейін құлап қалсын емес, осылар өтіп кетсін деп барлық жағдайды жасайды. Сіздерге былайша айтқанда кері байланыс жоғары деңгейде болады. Сол себепті преподавательдері ол жағынан сөз жоқ. Себебі өмір көрген, өмірде істеп көрген адамдардан сабақ алу ол мүлдем бөлек. Ал теориямен шектелген адамдардан алу ол мүлдем бөлек. Оны сіздер жақсы білесіздер. Келесі плюсы ағылшынша диплом. Ағылшын тіліндегі диплом. Яғни университет 100% ағылшынша оқытады. Тарих сабағы ғана ағылшын тілінде өтпейді. Қазақ тілінде, орыс тілінде өтсеңіз болады. Қалған сабақтың бәрі ағылшынша, дипломыңыз яғни ағылшынша болады. Ол деген басқа мемлекеттерге үлкен жол ашады және сіздің дипломыңыз сандықта қалмайды деген сөз. Дипломға ғана сенбей, оған дейін де сіз әрекет жасайтын боласыз. Енді КБТУ-дың тағындауға тағы бір себеп ол қаланың ортасында орналасуы. Бұл ең үлкен плюс. КБТУ-ға түскен себебім осы. КБТУ мен СДУ-дың арасында выбор болды деп өткен видеода айтқан болатынмын. Не үшін КБТУ-ды таңдадым? Себебі қаланың ортасында ертең стажировкадан өтесіздер. IT мамандары екінші, үшінші курстарда жұмыс жасап бастайды. Сол кезде қаланың ортасында болғаны бұл сіз үшін үлкен плюс. Ал қаскелеңнен келу мен үшін ол өте ауыр болды. Пробканы көру, енді алдағы уақытта болашақта ол мәселе шешілмесе, қазіргі жағдайда қаланың ішінің өзінің пробкасы үлкен. Күнде болып жатады таңнан кешке дейін. Ал ол жақтан келу мүлдем үлкен проблема, мүлдем бөлек әңгіме болды. Сол себепті одан кейін жоғарыда айтқан КБТУ-дың дипломы ол басқа мемлекеттерге барып келсеңіз болады. Басқа жақтарда бір семестр оқып келсеңіз болады. Егер сіздің GPA-ңіз жоғары болып жақсы көрсеткіштер көрсетсеңіз, мысалы жақында ғана Қытай мемлекетімен келісімшарт жасасты. Бізге есімде сабақ болып жатқанда Қытайдың делегациясы келген болатын, сабаққа қатысып және ары қарай кеткен болатын. Сол сияқты всегда сондай шетелдің қонақтары КБТУ-дың ішінде жүреді. Олар сондай біздің университеттің ректорлары, декандары солармен келісімшарт жасасып, бізге үлкен мүмкіндіктерге жол ашып жатқаны бізді әрине қуантады. Бұл үлкен плюс деп санаймын. Университетке келгеннен кейін, бірінші семестрдан кейін уже сіздер сабақ кестесін өздеріңіз құрасыздар. Яғни сіздер мысалы уақыт таңдайсыздар және преподаватель, яғни сізге беретін мұғалімнің кім болатынын оны өздеріңіз таңдайтын боласыздар. Бұл үлкен плюс деп есептеймін. Мысалы сіздерге кейбір күндері бос болмауларыңыз мүмкін, жолға байланысты неше түрлі себептер болған жағдайда бұл үлкен плюс. Келесі бізде мамандыққа қатысты сабақтарды оқуымыз. Яғни мысалы бірінші курстан басталып уже C++ тілі, например, IT программированияға байланысты. Сол сияқты басқа да мамандықтарда, басқа да
салаларда тоже сондай өзінің мамандығы бойынша пәндерді оқитын болады. Бұл үлкен плюс. Және де бізде техникалық университет болғандықтан аты айтқандай, бізде техникалық жағынан мықты. IT саласы, автоматизация, управление, немесе мысалы басқа да НГД, яғни жаңағыдай нефтегазовый дело, басқа да салалардан, мысалы морской дейді, яғни теңіз академиясы бар. Сол флоттарды дайындау, бұл бізде жақсы дамыған. Мысалы симуляторлар бар, техникалық всегда жыл сайын соған көп қаржы бөледі. Бұл үлкен плюс деп есептеймін. Одан кейін мысалы OneFit деген рекламасы всегда шығады деп ойлаймын сіздерге. Осы секілді жобалар, стартаптар, осы КБТУ студенттері сол стартаптарға қатысы бар. Біраз бөлігі КБТУ студенттері, яғни КБТУ студенттерін барлық жерден кездестірсеңіздер болады. Бұл сіздерге үлкен плюс, яғни ертең жұмысқа кіруіңіз, сіздің карьералық өсуіңіз, бұл сізге көмектеседі. Бұл үлкен плюс деп есептеймін. Одан кейін мықты студенттердің келуі. ұбт-дан 130-дан асырған, 120-дан асырған және одан басқа да скиллдары мықты студенттер осы университетке келеді. Ол 8 қырлы 1 сырлы деген сөз ғой. Ондай студенттер сізге всегда көмектеседі, білмегеніңізді үйретеді, ал білгеніңізді сіз оларға үйретесіз. Мысалы, олардың неше түрлі өнері болады. Сіз сондай адамдармен араласасыз. Енді орта деген нәрсе бұл өте маңызды. Оны білесіздер. Өткен видеода да мен бұл ортаға тоқталған болатынмын. Одан кейін көптеген қонақтар келеді бізге, спикер болады. Яғни мысалы, Кембридж университетінің Арнольд деген магистранты бізге келген болатын. Мен бір соңғы барған кездесуім сол болды. Ол өзінің номерін ұсынып, біздің сұрақтарымызға жауап беріп, өзінің тәжірибесімен бөліскен болатын. Кейіннен бізде ең плюсы ол жатақхана. Например, біздің жатақханада студенттер әсіресе бірінші курстарға ұсынылады. Ол жерде студенттердің стади румы, яғни сабақ оқитын орындары бар. Студенттер жиналып, сол жерде жаңағындай сабақ оқып, бірге талқылап, білмегендерін бір-біріне үйретіп, және бір-бірін қолдап, солай бізде командалар болып, былайша айтқанда проекттердің, стартаптардың бастамасы сол жақтан, және сабақта үздік болуыңызға сол жақтан көмектеседі, және сол жақтан бастау алады. Сол себепті барынша жатақханаға тұруға тырысыңыз. Және жатақханада тамақ пісіруге болады. Ішінде біраз нәрселер бар. Территорияның ішінде ары-бері жүрсеңіздер болады. Былайша айтқанда лимиті сағат 12-ге дейін, душ 24/7, және тамақ пісіру ол 24/7, дегенмен сағат 12-ден кейін тыныштық сақтайсыздар. Бірақ бізге сол жердегі ағайлар, сол жердегі комендант апайлар біздің жағдайымызды, сол жақтағы күрделі системаны түсінеді, бізбен тығыз кері байланыста болып, бізді түсініп, бізге қолдау көрсетеді ол кісілерде. Сол үшін ол кісілерге де мың алғыс айтамыз. Одан кейінгі нәрсе, бізде пара деген нәрсе жоқ. Яғни мысалы сессияларын кейбір университеттерде ақшамен жауып жатады. Ондай нәрсе бізде мүлдем жоқ. Яғни академиялық адалдық сақталған. Бұл үлкен плюс деп есептеймін. Себебі Қазақстанның болашақ дамуы үшін бұл нәрсе керек, студенттің өзі үшін де керек. Одан кейін бізде селф стади деген нәрсе прям универде дамиды. Бізде басқа да универлер сияқты группа деген жоқ, куратор деген жоқ. Бізге екінші, үшінші курс, яғни осит ұйымының ерікті волонтерлары бізге көмектеседі. Бізді алдағы мысалы 1 жыл перваш кезімізде қандай нәрселер күтіп тұр, қандай нәрселер, сайтта не бар, сайттан қалай істейді, бағаны қайда, запросты қайда тастаймын, осындай сұрақтың бәріне ол кісілер жауап береді. Ал бізде кураторлардың орнын сол менторлар ауыстырады, алмастырады. Және сіз өзіңіз ізденесіз, өзіңіз оқисыз, өзіңіз жаңағындай бүкіл жерді ақтарасыз. Былайша айтқанда селф стади, яғни өзің оқу, өзің оқы.
осы нәрсені сізде дамытады. Бұл кейінде керек нәрсе. Мысалы жұмысқа барған кезіңізде сізге ешкім мынаны істеп берем деп айтпайды. Сіз өзіңіз істейсіз, өзіңіз ізденесіз, өзіңіз білесіз. Мен ойлаймын, ұбт-ға да мысалы көп адамдар өздері дайындалды. Ал егер де мысалы сіз ондай нәрсені білмесеңіз, онда сол жаққа барғанда үйренесіз. Мысалы бастапқыда университетке барған кезде бұлар маған 100% барлығын үйретеді десеңіз қателесесіз. Себебі университетті сіз курс ретінде қарастырмаңыз. Курс сияқты 100% үйретіп бермейді. Олар сізге бағыт береді, бағдар береді, орта береді, материал береді. Бірақ сіздің былайша айтқанда дамуыңызға үлкен әсерін тигізеді. Бірақ сіз өзіңіз ізденуге, өзіңіз оқуға дайын болып баруыңыз керек. Келесі бізде енді КБТУ-дың минустарына тоқталатын болсақ, бізде біріншіден оқу ақысы басқа университеттерден қымбат. Мысалы, пересдача, бір сабақта мысалы сессияны дұрыс тапсыра алмай қалсаңыз, пересдачаның бағасы енді 2023-2024 жылы пересдачаны 35 мың теңгеге тапсырды. Ол енді бұл туралы ақпарат КБТУ-дың өзі жариялаған. Файлдарды тапсаңыз болады телеграм-каналдан. Және де кредиттің бағасы, мысалы летаға қалып қалсаңыз 30 мың теңгеден. Яғни 30 мың теңгені сіз көбейтесіз 5-6 кредит орташа есеппен. Ал максимум 10 кредит бар, орташа 5-6 кредиттан. Жалпы саны 240 кредит жабуыңыз керек, жылына 60 кредит. Сонда сіз есептей беріңіз, оқу ақысы қаншаға шығады. Бір ретейктің өзі 150-180 мың теңгеге кетеді. Ал ол бағалар алдағы уақытта өсуі мүмкін. Осы нәрсе сәл неудобно болуы мүмкін. Бірнеше мысалы пересдача алсаңыз, немесе бірнеше ретейк алсаңыз, бірақ сіз ол жаққа ретейк алам, пересдача алам деп бармайсыз. Сіз ол жаққа оқу үшін барасыз. Мен өткен видеоларда да айтқан болатынмын, стипендиядан әдейі құлата ма, қиын бола ма, ол туралы бірінші алғашқы видеоларда бар, соны қарап өтсеңіз болады. Кейін общага сәл алыстау. Общага мысалы казнудың студенттері сияқты бір казну қалашығында орналаспаған, немесе СДУ-дың тура алдындағындай общага орналаспаған. Общага Төле би бойында орналасқан. Төле би Тұрғыт Озалы 80, немесе Ислам Каримова 70. Осы екі мекенжайдың екеуі, яғни екі көшенің ортасында жатыр. Осы Төле бидің бойы былайша айтқанда, және бізде Төле би 59 универдің адресі. Осы екі аралықта, яғни Төле бидің бойында жатыр. 7 автобус жүреді. Енді қыстың күні Алматыда қиын, жұмысқа бара жатады, сабаққа бара жатады балалар. Таңғысынғы уақытта автобусқа сыйып кету қиын, бірақ 7 автобус болған күннің өзінде бұл енді Алматыдағы бүкіл студенттердің, бүкіл тұрғындардың десем болады, проблемасы. Сол үшін ол нормально. Так, былай негізі жарты сағаттық жер, сен КБТУ-дан шығып общага жетем дегенше. Бұл енді сәл бір минус деп айтсам болады, себебі кешкісін сабақтан шаршап шыққан кезде, немесе кейде ол энергияны алады, пробка бар деген сияқты осы нәрселер проблема болуы мүмкін, бірақ енді оқимын деген адамға бұл проблема емес деп ойлаймын. Келесісі, егер сен ағылшын тілін білмесең, ол қиын. Егер ағылшын тілің 0 болса, ол қиын. Бірақ ағылшын тілін сен үйренуің керек. Ол жаққа барғанда үйренесің. Оған дейін де үйреніп келсең, олармен бірге ілесіп, мен осының алдындағы видеода тағы да айтамын, сол жерде айтқан болатын, ағылшын тілін қаншалықты білу керек. Ағылшын тілін егер сен мысалы төмен деңгейде болсаң, онда КБТУ-да оқуға болады. Осы стереотипті жоюымыз керек. КБТУ-да 100% ағылшын білуің керек. 100% ағылшын білгенің жақсы. Ертең ютубта материалдарды ағылшынша қарайсың, ағылшынша материалдар, тесттер, квиздар барлығы ағылшын тілінде болады. Сол себепті сен соларға дайын болуың керек. Кейде түсінбей қалуы мүмкін, Google переводчикті всегда пайдаланасың деген сияқты. Ал негізі ағылшын тілін вообще 0 болса, -1, 0, вообще өміріңде ағылшын тілін оқып көрмесең, онда шынымен де қиын болады. Ал ағылшын тілін қаншалықты білу керек, оны мына жақта астындағы сілтемеден КБТУ туралы немесе профилдан қарасаң болады. Сол жерде мен тайм-кодта жазып қойған болатынмын. Келесі, активитилер аз. Басқа университеттер сияқты көп активити емес, бізде де активитилар ұйымдастырылады, бар.
қандай ұйымдар бар, ол туралы да өткен видеода айтқан болатынмын. Оны да тоже қарап алып, мысалы Art House, Big City Life, Mountain King сияқты ұйымдар бар, атақты КБТУ-дың топовый ұйымдары. Солар активитилар ұйымдастырады, бірақ енді шыны керек, ол прям 100% всегда ол болмайды. Көбінде назарды білімге қарай аударған. Бұл негізі мен үшін минус емес, ол оқимын деген адамдар үшін минус емес. Студенттік өмір қаланың ортасы болғандықтан сіздер өздеріңіз құра аласыздар. Университет негізі ол жағынан маған ұнайды, сабаққа көңіл бөлгені. Сіз чисто сабақ оқисыз, мына жақта қуып кетпейсіз, қуып басқа нәрсемен айналысып, ол нәрсеге де үлгересіз. Мына жақтан сабақты да фокусты 100% қойып оқисыз. Ал негізінен өзіңіз орта жинап орта табасыз. Ал негізінен енді бұл жоғарыда айтылған нәрселер бұл нормальный нәрселер деп ойлаймын бір жағы. Минустары себебі енді КБТУ бұл статусы бар университет, сол үшін оқу ақысының қымбат болуы, немесе жаңағы ағылшын тілін талап етуі бұл жақсы нәрсе деп ойлаймын. Бұл дұрыс жағы, дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Себебі енді қалай дегенмен статусы жоғары университет. Сіздерге айтатыным ең соңында, статусы жоғары университет, сол үшін КБТУ-ға смело түсіңіздер. Сіздер де ертең Төле бидің бойында келесі аялдама астана алаңы деген кезде автобустан мақтанышпен түсетін сезім барлықтарыңызда болады деген ойдамын. Мақтанып осы университетте оқимын деп достарыңыздың алдыңызда да, басқа жерде де, немесе өзіңізге де, ата-анаңызға да бұл абырой, бұл өте жақсы, өте керемет. Сол үшін бұл университетке смело түсіңіздер. Ал енді мен басқа минустарын білмеймін, басқа минустарын байқамадым. Барлығы күшті. Алдағы уақытта сұрақтарыңыз болса, төмендегі комментария қойыңыздар, мен жауап беретін боламын. Ал мен бұл университетке түскеніме өкінбеймін, керісінше қуанамын және мақтанамын. Сіздерге де сәттілік, бұйыртса КБТУ-да күтемін. Сұрақтарыңыз болса, төменге жазыңыздар. Сау болыңыздар.